Сәлем, бұл аптада қандай жаңалық болды? Ең маңызды әрі ең қызық жаңалықтарға шолу жасайық. Күніне мыңнан аса адам коронавирус жұқтырғаны анықталып жатқанда Астанада митинг өтті. Ой, бұл митинг деппін ғой, гүл дүкен ашылуына байланысты ұтысқа қатысу үшін 2000 адам жиналды. Сөз бостандығын, саяси тұтқындарды босатуды талап етуде емес, жемқорлыққа қарсы наразылық та емес, iPhone 12 мен көлік ұтысына жиналған халық екен. Біздің елде бірдеңе дұрыс емес десем, кей досым барлық жақта сондай дейді. Сосын ақпараттарды іздеймін ғой келіп. Мынадай карантинде жаппай шара ұйымдастырған ел жоқ екен. Жоқ, бар, бірақ ақш-та қара нәсілді адамдарды атқан полицейлерге қарсы наразылық. Беларусьте Лукашенкоға қарсы наразылық. Ресейде Навальныйды босатуды талап еткен наразылық. Мұның бәрі адам құқығына байланысты шара. Ал біздің елдің тұрғындарына не болғанын қайдам? Әйтеуір ұтып қалсақ, байып қалсақ дейді. Бұл адамдарды ақтап алып жатқандарды да көрдік. Кей жазарман Астанадағы гүл дүкені алдына жиналған жұртқа қатысты халық кедей болған соң осындай деп ақтауға тырысып жатыр. Бір жағынан халықшыл болып көрініп, лайк жинап әлек қой енді. Ал менің ойымша, халява жақсы көру мен әділдікті талап ету екі бөлек ұғым. Митингіде сөз бостандығы мен әділдікті талап еткендер мен iPhone үшін жаға жыртысқандарды салыстырудың өзі бір түрлі. Халяваға құмарлық кедейліктен емес. Әлемнің ең мықты деген елдерінде де халява үшін түрлі осындай қара жұма кезінде супермаркеттің есігін сындырардай болады. Менің мысалы түрлі ұтысқа, конкурсқа қатысып жүретін, бірақ жағдайы шалқып тұрған таныстарым бар. Тіпті көп дей алам. Ал гүл дүкені ашылуына келгендер жауапкершілікті ұмытқан, дүние үшін туыс-туғанына ауру жұқтырудан тайынбайтын, өзге өлсе де өз есебім түгел болсын дейтіндер. Арасында тіпті кредит алып, ұшақпен барғандар да бар екен. Кейінірек ұйымдастырушыларға 500 миллионнан аса сомада айыппұл салынғанын көрдік. Бірақ менің ойымша әрқайсына айыппұл салынса артық болмас еді. Оларды ешкім күштеп алдап апарған жоқ. Өз шешімі, өз жазасын алсын. Тағы бір жағдайға өтейік. Бастапқыда өнеріне, дарынына сүйсініп жүргем. Тек кейінгі жылдардағы әр қойылымын дінге әкеп тірей беретіні және ақыл айтып кететіні ұнамай қалған. Өнер қырандары театрының актері Мадияр Серікбаевтың бұл жолғысы енді тіпті ұнамады. Бәрін басынан бастайық, ақш-тың вице-президенті вакцина салдырған. Осы сәттің видеосын біздің өнерпаз инста парақшасында жариялап, шприцы болды деген пікірін жазыпты. Сапасыз видеода шенеунікке инесі қайырылып кететін уколмен өтірік вакцина салынғандай болады. Бітті. Пікіршілер кетті дейсің, үкімет те жаман, басқа да жаман, бәр алдайды, пәлен де түген. Ал негізі видеоның сапалы мынандай бір нұсқасы бар. Онда Камала Харриске салынған инені анық көруге болады. Сапасыз видеода қайырылған ине сияқты көрінгені шприц өзгелерге қауіпті болмау үшін жауып тұратын иілмек қабы ғана. Сонша әңгіме болғаны осы ғана. Одан кейін қазір көп тарап жүрген инесі ішіне кіріп кетеді деген укол түрі бар. Ол үшінші буындағы шприц ғана. Ол қолданылғаннан кейін өзгелерге қауіпі болмау үшін инесі ішіне кіріп, ал насос ретіндегі пластмассасы тартылып, білікті дәрігер оны асқан шеберлікпен бір-ақ қолымен сындыра салады. Сенбесеңіздер, ютубқа шприцы третьего поколения деп іздеп көрсеңіздер болады. Осыдан енді ойланып көрсек, әлдене жариялап, әлдеқандай сөз айту үшін алдымен ең болмаса Google'дан іздей салуға не кедергі деймін ғой енді. Талай фейктен шошып отырған жұртты осылай тағы үркітті де қойды. Мадияр дым жазбады, күлді деп қана ақтап алуға тырысатын шығарсыздар. Бірақ жазылған комменттерге қарамай ма екен? Надандық, қате түсінік, алжастырумен айналысып отырғанын түсінбей ме деген ой пайда болады өз басымда. Менің бір ұққаным, қазір аты бар, заты дардай өнерпаздар көбіне. Бір әуелден бір сөз айтса, бітті, біздікілер еліріп, соған сеніп шыға келеді. Медицина саласындағы кей жағдайды, даулы мәселелерді дәрігерлердің өзі ғана түсіндірсе құба-құп еді. Бірақ амалдың жоғынан осындай өнерпаздар осындай сұрақ қойып, оны талай жұрттың есін адастырардай қылып жариялап отырған кезде қарап отыра алмайтын біздер шығамыз деп қояды дейді. Жарайды. Осы аптадағы ең маңызды және ең қызық деген ақпараттардың дені осындай.
каналға лайк басып, жазылып, пікір жаза кетіңіз.